Аяғынан айрылма. Жүре бер. Жыл сайын жасымызға жас қосылғанмен, аяғымыз жас болып қалу керек. Біз жасымыз ұлғайған сайын, шаштың ағаруы, әжімнің пайда болуынан қорықпауымыз керек. Қорқатын нәрсе аяқтың әлсіреуі. Адам 2-7 аяқты қозғамаса, аяқ 10 жылға әлсіреп кетеді екен. Даниядағы Копенгаген университетінде жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, үлкен адамда, жас адамда егер 2-7 аяғын қозғамайтын болса, аяқ 20-30 жылға қартайып әлсіреп кетеді екен. Әлсіреген бұлшық етті қалпына келтіру үшін тіпті реабилитациялық жаттығу жасағанның өзінде ұзақ уақыт керек болады. Сондықтан күнделікті жаттығулар, әсіресе таңғы жарты сағаттық жүру өте маңызды. Дененің артық салмағы, ауыртпалық бірінші аяққа түседі. Табан адамның бар салмағын көтеретін тіреуіш. Адамның 50% сүйегі мен 50% бұлшық еті екі аяқта орналасқан екен. Адамның ең мықты буындары мен бұлшық еттері де аяқта. Икемді буын, күшті бұлшық ет, мықты сүйек адамға түскен бар салмақты көтеретін мықты үшбұрыш. Адамның 70% белсенділігі бойдағы энергияның жағуы аяқтың үлесінде екен. Жас кезінде аяқтың мықтылығынан адам жамбастың күшімен кішігірім машинаны да көтере алады. Аяқ қозғалыстың ең маңызды мүшесі. Адамның 50% нерв жүйесі, 50% қан тамыры, 50% қан қозғалысы тек аяқта орналасқан екен. Аяқ денені біріктіріп, қозғалыс беретін ең үлкен руминг жүйе болып табылады. Егер аяқ ауырмай, мықты болатын болса, қан айналысы жақсы болып, жүрек мықты болады. Кәрілік аяқтан басталады. Адам жасы ұлғайған сайын ми мен аяқтың арасындағы байланыс та азая береді. Жас ұлғайған сайын сүйектегі кальций азайып, аяқ қолдың сынып кету қаупі де көбейеді. Сүйектің сынуы жасы үлкен адамдарда өте қауіпті ауру. Бас, ми қуыстарында қанның ұюы, тромбоз головного мозга әкелуі мүмкін. Аяқты жаттықтыру, шынықтыру тіпті 60 жастан кейін де кеш емес. Әрине, аяқта жыл өткен сайын қартаяды. Дегенмен жалықпай жаттығу жасай беру керек. Білесіз бе, үлкен адамдардың 15% жамбас сүйегінің сынуына байланысты көз жұмады екен. Аяқ мықты болғанда ғана кәрілікті кешіктіруге болады. Аяқ бұлшық еттері қартайғанша мықты болып қалу үшін күніне 30-40 минут адам белгілі шапшаңдылықпен жүру керек. 30-100 рет отырып тұру, 30-100 рет еңкейіп әдетке айландыру керек. Аяқтарыңыз күшті, денсаулықтарыңыз мықты болсын.